15 қыркүйек пен 15 қараша аралығында елімізде емханаға еркін тіркелу науқаны басталды. Осы емханаға еркін тіркелу науқаны кезінде Қазақстан азаматтары, қандастар, осы Қазақстан төңірегінде тұрақты түрде тұратын шетелдік азаматтар өз еркі бойынша емхананы таңдай алады. Бірақ осы таңдаған емханаға тіркелгеннен кейін медициналық көмекті олар келесі жылдың 1 қаңтарынан бастап көмек алады. Жылдың аяғына дейін қазіргі уақытта қай емханаға тіркелген жерде сол жерден медициналық көмекті алады. Негізінен емханаға тіркелудің 3 түрі бар. Бірінші, осы 15 қыркүйек пен 15 қараша аралығында емхананы таңдау науқаны. Екіншіден, жылына 1 рет емхананы еркін таңдау. Және үшінші, бұл тұрғылықты жерін ауыстырған жағдайда азаматтар өзінің емхананы ауыстыра алады. Емханаға тіркелу бұл үкіметтің электрондық веб-порталы egov.kz арқылы әрбір адам өзінің электрондық цифрлық қолтаңбасы арқылы тіркеле алады. Бұл үкіметтің электрондық порталы арқылы өтініш берген кезде, ол осы өтініштерді емханада өңдеп, жауап осы электрондық портал арқылы әрбір азаматтың мобильдік телефонына жауап келеді. Емхананы таңдау кезінде мынаған өте мұқият назар аудару қажет. Біріншіден, бұл емхананың қолжетімді жерде орналасқаны туралы. Өйткені егер отбасында кішкентай бала болса, жаңа туған нәресте болса, немесе мүгедек адамдар болса, немесе үйінен шықпайтын, жүре алмайтын науқастар болса, бұл адамдарға емханадан дәрігер үйіне шақыртқан кезде келе алады. Егер сіз таңдаған емханаңыз қолжетімді жерде орналаспаған, басқа аймақтық төңіректе орналасатын болса, бұндай отбасында осындай көрсетілген адамдар болса, емханадан дәрігер үйіне келе алмайды.